Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте дәмді, жұмсақ, өзімнің сүйікті пирогым зебра пирогының рецептісін ұсынғым келеді. Ең алдымен ыдысқа 4 жұмыртқаны салып, оның үстіне қантты салып, жақсылап аппақ боп көбейгенше миксерлейміз. Видеоға лайк басып, менің каналыма подписаться етіп, және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Аппақ болып көпіргеннен кейін оның үстіне қаймақты саламыз. Менде қаймақтың пайызы 20% қаймақ, дүкеннің қаймағы. Қаймақ қосқан соң жақсылап араластырамыз. Айран қосып жасауға да болады, бірақ қаймақ қосқандай дәмі тәтті болып шықпайды. Келесі ертілген сары майымызды құямыз. Онда жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін енді 1 шай қасық содамызды ұнның үстіне қосып, жақсылап араластырып, осы ұнымызды 3 бөлікке бөліп қосатын боламыз. Сонда біздің пирогымыз жақсы көтеріледі және ұнымыз жақсы араласатын болады. Міне осылай мен 3 бөлікке бөліп, ұнымды қосып жақсылап араластырып алдым. Енді осы қамырымызды 2 бөлікке бөлетін боламыз. 2 бөлікке бөлінген қамырымыздың біреуіне 2 ас қасық какао қосып, жақсылап араластырамыз. Мен диаметрі үлкенірек табаны пайдаландым, ол молырақ болады, әрі біздің пирогымыз беті тегіс болып жарылмай пісетін болады. Ал диаметрі кішірек табаға пісіретін болса, онда біздің пирогымыз қатты көтеріліп, ортасы жарылып кететін болады. Табамыздың астын майлап, 1 қасық немесе 2 қасықтап отырып, кезек-кезегімен пирогтарымызды салып шығамыз. Осылай. Және таяқшаның көмегімен бірнеше бөліктерге, ішке қарай және сыртқа қарай бөліктерге бөлетін боламыз. Пирогымызды міндетті түрде қызып тұрған пеште пісіреміз. Ал қызбай тұрған пешке пирогымызды салатын болсақ, онда дұрыс көтермей қалатын болады. 180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын болып шықты, еш жері жарылмай, әдемі көтеріліп, қатты биік те емес, қатты аласа да емес, осындай жұмсақ пирогымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.